Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде бауырсақ. Бауырсақтарымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бұл рецепті мен еліміздегі атақты аспаздан алғанмын. Қажетті ингредиенттердің грамын мен описанияға жазып қойдым. Менің видеомды соңына дейін қарап шығыңыздар. Алдымен жұмыртқа. Жұмыртқа менде екінші категориялы. 100 грамм сүт, 250 грамм су, жылы су. Сүтіміз де жылы болу керек. Және бір ас қасық ашытқы. Ашытқыны мен осылай тексеріп аламын. Белсенділігін осылай тексеріп аламын. Бір ас қасық қант, бір шай қасық тұз. Араластырып 500 грамм ұн қосамын. Илеп болған қамырды бетін жауып, жақсылап, жылы жерге 2 сағатқа қалдырамын. Қамырымыз ашыды. Қолымызды майлап, енді қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Қамырымызды жайып шығамыз. Жұқа қылып жайып қоймаңыздар. Менде арнайы форма болмағандықтан чипсыдың осындай банкасын қолданамын. Дайын болған бауырсақтарымызды сүлгіге қойып, бетін жауып бір 20 минут жарты сағатқа қалдырамыз. Бауырсақтарымыз біздің тағы да көтерілу қажет. Енді майымызды қыздырып, көтерілген бауырсақтарымыздың бәрін шетінен пісіріп аламыз. Достар, бауырсағымыз дайын болды. Шынымен де жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Қантын көбірек қоссаңыздар да болады. Егер сіздерге тәтті бауырсақ ұнайтын болса, ванилин де қоссаңыздар болады. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.